Бүгінгі біздің тарауымыз энергия және қозғалыс. Сабақтың тақырыбы энергия түрлері мен олардың өздері. Сабағымыздың мақсаты энергия түрлерін ажырата аламыз бүгін сабақтан. Жалпы энергия дегеніміз не? Грек тілінен аударғанда энергия дегеніміз іс-әрекет, қимыл, қызмет деген мағынаны білдіреді екен. Яғни энергия дененің жұмыс істеу қабілеті мен қуаты. Алдарыңызда суретте Джеймс Прескотт Джоуль, яғни энергияны джоульмен есептейді. Осы кісінің құрметіне бұл кісі ағылшын физигі 1818 жылы Англияда дүниеге келген. Яғни термодинамиканы ашуға үлкен үлес қосқан ғалым екен. Келесі энергияның түрлері, яғни сіздерге берілген механикалық энергия, химиялық энергия, жылу энергиясы, жарық энергиясы және ядролық энергия. Балалар, сіздердің алдарыңызда кітап тұр. Сол кітапте осы бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы, яғни керек материалдармен сол кітаптан таныса аласыздар. Және де өздеріңізге керекті мағлұматтарды дәптерлеріңізге түртіп отыруға болады. Түсінікті ма? Естеріңде сақтаңдар. Яғни электр энергиясының өлшеу бірлігі 1 киловатт сағат. Киловатт сағат дегеніміз 1 сағат көлемінде қуаттылығы 1 киловатт болатын құралдың тұтынатын энергиясының мөлшеріне тең. Келесі. Жаңа біз өттік, энергияның түрлері. Яғни әр энергияның түрлеріне біз қазір жалпылама, сипаттама беріп кетеміз. Механикалық энергия дегеніміз не? Адамзат үшін ерте заманнан таныс энергияның түрі. Яғни оларға садақтың оғы, арба, жел дермені және сағат жатады. Келесі химиялық энергия. Заманауи адамдарға таныс, өмірде қолданыста қолданылады. Яғни химиялық энергияның негізгі көздері болып бізде мұнай, газ, табиғи газ, шымтезек, орман, ағаш жатады екен. Одан кейін жылу энергиясы. Қыс мезгіліне қатысты жылу алу арқылы пайдалану. Яғни жылу энергиясына ыстық суы бар. Пештер, жылы едендер жатады. Келесі жарық энергиясы. Жарық энергиясы барлық адамдарға таныс құбылыстардың бірі. Бұға дейін ежелгі заманнан бері күн, ай, жұлдыз, алау, шырақ және өздерінен жарық шығаратын жануарлар мен өсімдіктер жатады. Қандай жануарларды біреміз өздігінен жарық шығаратын? Жалқырауық қоңыз. Қандай? Жарқырауық қоңыз, яғни өздігінен не шығарады ол? Жарық шығарады. Келесі ядролық энергия, яғни атом энергиясының ядросында кездесетін ядролық реакция және радиоактивті ыдырау пайда болатын энергия түрі. Жазып алып отырмыз ба барлығымыз? Жазып алып отырайық. Энергия көздерін табу жолдары. Яғни энергия көздері бізде жанғыш пайдалы қазбалар. Қандай жанғыш пайдалы қазбаларды білеміз? Көмір, газ, мұнай және шымтезек, тақтатас, термаль сулар. Термаль сулар дегеніміз қандай сулар? Жердің астынан шығатын ыстық сулар. Яғни бұлардан да энергия көзін алуға болады екен. Исландия деген аралды естідіңдер ме? Сол жерде көбінесе жарықтың энергияның қуатын неден алады екен? Осы термальды сулардан алады екен. Және де күннің, жердің, судың, өзеннің, көлдің, теңіз, мұхит су энергиясы болып табылады. Яғни жылу электростанциялары, су электростанциялары естулеріміз бар. Яғни бүгінгі сабақтан кейінгі біздің географиялық диктант. Сіздерге тапсырма. Сіздерге 30 секунд уақыт, содан кейін бастаймыз. Түсінікті ма? Ойлануға 30 секунд уақыт. Кетті. Бірінші сұрағымыз ол электроэнергиясының өлшеу бірлігі, одан кейін химиялық энергияның негізгі көздері, одан кейін садақтың оғы, арба, жел, термен, сағат, қай энергия түрі
тән. Одан кейін қыс мезгіліне қатысты жылу арқылы пайдалану. Бұл да қай энергияға тән құбылыс екен. Одан кейін энергияны қандай өлшем бірлікпен есептейді екенбіз. Болма уақыт, жеттік ма? Бастаймыз ба? Нұраділ, бірінші сұрақты оқыш. Электр энергиясының өлшеу бірлігі не екен? 1 киловатт. Дұрыс па екен? 1 киловатт сағатына. 1 киловатт сағатына, я? Дұрыс. Так, келесі. Нұржас. Химиялық энергияның негізгі көздері мұнай, шымтезек және орман ағаштары және тағы басқа. Дұрыс па? Дұрыс, я? Так, келесі. Садақтың оғы, желдермен сағат қай энергияға тән? Ермұрат? Механикалық энергия. Дұрыс па? Дұрыс, я? Келесі. Азамат. Қыс мезгілі қатысты жылу алу арқылы пайдалану. Жылу энергиясы. Жылу энергиясы. Молодец, дұрыс. Келесі. Арнұр? Энергияны джоульмен есептейді. Энергияны, яғни джоульмен есептейді екенбіз. Дұрыс жауаптары. Дұрыс па екен барлығы? Дұрыс екен, я? Сіздерге енді келесі тапсырма, яғни ребусты шешу. Сіздерде садақ, су, ай және кітап берілген. Жауабын ребус арқылы шешеміз. Сіздерге 30 секунд уақыт кеттік. Ойланайық. Жазамыз. 30 секунд уақыт. Қазір кім жауап береді, сол түсіндіреді, қалай жауабы шыққандығын. Дайынбыз ба? Айжұлдыз, жауап берейікші? Жауабы қуат. Жауабы қуат дейді. Қалай ойлайсыздар, дұрыс па? Дұрыс жауабын көрейік, қуат дұрыс екен, яғни садақтың алдыңғы 4 әрпін алып тастадық, судың 1 әрпін алдыңғы алып тастадық, одан кейін айдың артқы 2 әрпін алып тастадық, одан кейін кітаптың алдыңғы 2 әрпін, артқы 2 әрпін алып тастадық, сонымен бізде шықты қуат. Яғни балалар, бүгінгі сабағымыз қалай болды? Сіздерден кері байланыс. Яғни саусақ бас бармақ әдісімен айтамыз, сабақ түсінікті болса көтереміз, дұрыс түсінікті емес болса орташа, мүлдем түсініксіз болса саусағымызды түсіреміз. Түсінікті ма барлығымызда? Жарайсыздар, рахмет.